Құрметті оқушылар, бүгін біз электр тізбегіндегі маңызды тақырыптардың бірі өткізгіштерді тізбектей жалғауды қарастырамыз. Алдымен, тізбектей жалғау деген не екенін анықтап алайық. Тізбектей жалғау деп өткізгіштердің бірінің соңы екіншісінің басымен жалғанып, токтың бір ғана жолмен өтуін айтамыз. Мұндай тізбекте ток күші барлық өткізгіштерде бірдей болады, ал жалпы кедергі жеке кедергілердің қосындысына тең. Қандай құралдар қажет? Өткізгіштерді тізбектей жалғап зерттеу үшін бізге келесі құралдар қажет: ток көзі, батарея немесе қорек көзі, өткізгіш сымдар, бірнеше кедергі, резистор, қосқыш, кілт, амперметр, вольтметр. Бұл құралдар арқылы біз ток күшін, кернеуді және тізбектің жұмысын бақылап, өлшей аламыз. Өткізгіштер қалай жалғануы керек? Енді жалғау ретіне назар аударайық. Алдымен ток көзінің оң полюсын бірінші өткізгішке жалғаймыз. Бірінші өткізгіштің соңы екінші өткізгіштің басына, ал екіншісі үшіншісіне, осылайша бірінен кейін бірі қосылады. Соңғы өткізгіш ток көзінің теріс полюсіне жалғанады. Маңыздысы, тізбекте бірде-бір тармақ болмауы керек. Себебі тармақ пайда болса, ол параллель жалғауға жатады. Қауіпсіздік ережелері. Электр тізбегімен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Тізбекті тек мұғалімнің рұқсатымен жинау, жалаңаш сымдарға қол тигізбеу, ток көзін тізбек толық жиналғаннан кейін ғана қосу, қысқа тұйықталуға жол бермеу, жұмысты аяқтаған соң ток көзін ажырату. Бұл ережелер сіздердің қауіпсіздіктеріңізді қамтамасыз етеді. Өткізгіштерді тізбектей жалғау өмірде кеңінен қолданылады. Мысалы, ескі жаңа жылдық гирляндаларда, фонар мен шамдардың ішінде, қашықтан басқару пульттерінде батареяларды тізбектей қосу арқылы кернеуді арттыруда. Кейбір электрондық құрылғылардың ішкі тізбектерінде тізбектей жалғау арқылы біз кернеуді бөлуге және құрылғының жұмыс режимін реттеуге мүмкіндік аламыз. Қорытындылай келе, өткізгіштерді тізбектей жалғау электр тізбегін түсінудің негізгі қадамдарының бірі. Бұл тақырыпты жақсы меңгеру арқылы сіздер Георг Симон Ом ашқан заңды терең түсініп, электр құбылыстарын өмірмен байланыстыра аласыздар.